Бүгінде еліміздің барлық өңірінде жаңа оқу жылы басталды. Жетісай ауданында барлық білім ұяларында жаңа оқу жылы басталып, мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге алғашқы қоңырау соғылды. Жаңа оқу жылының алғашқы күні Жетісай ауданында номер 56-шы Саттар Ерубаев жалпы орта мектебінің ашылу салтанаты өтті. Қызылқұм ауыл округі Датқа ауылында орналасқан 300 орындық жаңа мектептің ашылуына қатысқан Жетісай аудан әкімінің орынбасары Серік Пірімбеков барша ұстаздар мен оқушыларды 1 қыркүйек білім күнімен құттықтады. Бүгін міне еліміздің ғылым және білім министрлігінің еліміздің бас санитар дәрігерінің белгілеп берген санитарлық қағидаларын сақтай отырып, бүгін дәстүрлі оқу форматына 1 қыркүйектен бастап көшіп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, мынау жаңа оқу ғимаратының, жаңа оқу жылында жаңа оқу ғимаратының ашылу салтанаты да тұспа-тұс келіп отыр. Ауданымызда 73 мектеп болатын болса, соның 67-сі бізде ауданда типтік мектептер. Бұл да болса, үкіметіміздің бүлдіршіндердің тоқтаусыз, үздіксіз білім алып, ел игілігіне бір жақсы маман болып жарауына, бір жақсы маман болып ел игілігін атқаруға деген үлкен үміті, сенімі. Енді мынау жаңа 2021-22 жылдардағы мынау оқу жылдарыңыз жаңа ғимараттан бастайсыздар. Құтты болсын. Биыл алғашқы қоңырау шарасы ел көлемінде педагогқа байланысты тек 1 сынып оқушыларының қатысуымен өтті. Аудан әкімінің орынбасары Серік Пірімбеков пен Адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Тұрсын Мұрзалиев бүлдіршіндерге алдағы оқу жылына сәттілік тілеп жаңа әліппені табыс етті. Қолдарыңызға алған алғаш әліппе оқулықтарыңыз құтты болсын. Сіздерді үздік оқып, ел үмітін ақтап, еліміздің патриот азаматы болатындықтарыңызға сенемін деген Серік Пірімбеков жаңа білім ордасының лентасын қиып берді. Қызылқұм ауыл әкімшілігінде Датқа ауылында ерекше қуанышты жағдайды куәсі болып отырмыз. Елімізде ауылымызға биыл үлкен жаңа ғимарат, мектеп есігін ашып отыр бүгін. Ата-аналар, жалпы оқушылар, ұстаздар үлкен қуаныштың үстінде. Мектеп ескі ғимаратта оқыдық. 77 жылдан құрылған мектепте ыңғайластырылған. Міне қазір бізге типтегі мектеп беріліп отыр. Осы мектепті құрылысына жауапты болып бекітілген Нұрел компаниясына үлкен алғысымыз бар. Ғимарат талапқа сай құрылған, барлық кабинеттер толық жабдықталған, барлығы ыңғайластырылған. Жалпы оқушыларға барлық жағдай қарастырылған. Ал енді ескі ғимаратта оқып жүрген кезіміздің өзінде де білім деңгейі төмен болған жоқ. Оқушыларымыз 11 оқушыдан 7 оқушымыз грант иегері болып биыл. Оның алдыңғы жылдарында да 12-9 баламыз грант иегері болып жүрген. Қазір олар еліміздің түкпір-түкпірінде үлкен университеттерде білім алуда. Бүгінде аталған мектепке қабылданған 1 сынып оқушыларының дерлік барлығы әліппе оқулығымен толық қамтамасыз етілді. Мектеп табалдырығын аттап, алғаш әліппемен танысқан оқушылардың қуанышында шек жоқ. Ал оқытушы ұстаздары әліппенің балаға берер білімі терең. Әріп бүлдіршіндердің әріп танып білім алуына жеңіл екендігін айтады. Бүгінгі біздің алып отырған әліппе оқулығымыз бұл өте оқушыларға тартымды, тілі оңай, оқушы үшін оқуға өте оңай. Біз былтыр сауат ашу оқулығымен оқыдық. Ол жердегі оқулық оқушы үшін ауыр болды. Ал қазіргі біздің бұрыннан оқып келе жатқан әліппе оқулығымыздың қайтадан алғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Себебі бұл оқулықта барлық берілген мәтіндер оқушы үшін өте оңай және тілін жаттықтыруға өте ыңғайлы. Алғашқы мектеп табалдырығын аттап отырған оқушыларға келешекте үлкен табыстар тілеймін. Жақсы оқушы болып жетілу үшін мен де өз қолымнан келгенінше білімімді үйретемін.
Айта кетер бір жайт, елдегі эпидемиологиялық ахуалдың тұрақсыздығының салдарынан бүгінде білім алушылардың барлығы да карантиндік талаптарды сақтай отыра білім алатын болады. Яғни арнайы бетперде сынды қорғаныш құралдарымен толыққанды қамтамасыз етілген. Қолыңдағы әліппе, іші тола әріпке, ою-өрнек гүлнақыш ұқсайды сән көрікке. Сөзіңнің бұл сарасы, көзіңнің бұл қарасы, қолыңдағы әліппе бар кітаптың бағасы. Жетісай ауданы Лидер Скул бастауыш мектебінде салтанатты түрде атап өтті. Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады. 1 қыркүйек білім күні сағыныш сарынына толы мереке. Осыған орай Лидер Скул бастауыш мектебінің балғындары құшақ-құшақ күнін алып, ұстаздармен қауышты. Мерекелік шарада ақ лебіздерін айтып, бар өнерін ортаға салды. Еліміздің барлық өңірінде сыңғырлаған алғашқы қоңырау үні ерекше. Мектепке асыққан бүлдіршіндердің жүзіне қуаныш ұялап, ұстаздармен қауышатын мерекелік күн. 2020 жылдан бастап өз жұмысын бастаған Лидер Скул бастауыш мектебінде 300-ге тарта оқушы білім алуда. Аталмыш білім ұясы бастауыш пәндер бойынша білім беріп қана қоймай, қосымша тереңдетілген ағылшын, орыс тілін оқытса, ән күй, сурет салу, домбыра шерту, би билеу сынды түрлі үйірмелер бойынша да жұмыс жасайды. Орталықта қызмет атқаратын 50-ге тарта оқытушы ұстаздарының бәрі де білікті мамандар дейді Лидер Скул бастауыш мектебінің директоры Фариза Шүкірбаева. 50 білікті мамандар жұмыс жасауда. Сонымен қатар Скул Лидер бастауыш мектебінде ерекшелігі бізде үйірмелер қамтылған. Атап айтатын болсақ, би үйірмесі, таеквондо, домбыра өз жұмысын жасап жатыр қазіргі таңда. Және де біздің мектебімізде аз қамтылған көпбалалы аналарға жаңағыдай жеңілдіктерде, отбасы балаларына жеңілдіктер қарастырылған төлемақы жағынан. Және біздің мектепте тағы бір ерекшелігі ментальный арифметиканы қостық биыл үйірме жұмысына. Және де атап айтатын болсақ, біздің ерекшелігіміз өте көп. Мысалы, біз үй жұмысын оқушылар осы мектепте орындайды. Яғни балалар үйіне тек демалуға қайтады. Және де бізде оқушыларды тасымалдау жұмыстары жүргізіледі. Яғни автобус қарастырылған мектеп жанынан оқушыларды өзіміз тасымалдаймыз. Яғни таңертең алып келіп, кешке үйлеріне жеткізу мектеп тарапынан қарастырылған. Айта кету керек, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында мектеп ашу екі жаққа да тиімді әдіс. Себебі кәсіпкер бастан аяқ нысанды білім мекемесі ретінде заңдастырса, мемлекет тарапынан әр оқушыға қолдау көрсетіледі. Бүгінгі мерекеде 1 сынып оқушыларын әліппемен қамтамасыз етуде демеушілік еткен Нұр Отан партиясы Жетісай аудандық филиал төрағасының 1-ші орынбасары Әділхан Асауов аталмыш мереке аясында мектеп ұстаздарына толағай табыс тілеп, оқушыларға деген ізгі тілегін жеткізді. Көшеге шықсақ, барлық балдар қуанышпен, сондай жақсы көңіл күймен осы мектепке келіп жатыр. Міне бүгінгі мынау осы Лидер деген мектепке келдік. Бұл мектеп 1-ші классқа келіп жатқан 90 бала келіп жатыр бүгін. 300 бала өшеден білім алып жатыр. Мынаның ішін көбейтіп қарасаңыз, бәрін мына заманның талабына сай бүгінгі жастардың осы оқитындай соған жағдай жасап қойған. Енді осы бүгінге мына Нұр Отан партиясының атынан, мынау жаңа ұжымның атынан жаңа бүгін әліппе кітабын 90 адамға бердік, қарандаштарыменен жаңағы соның ішінде жаңа керекті оқуға 1-ші классқа керекті жаңағы ненің бәрін, саймандардың бәрін бердік, әліппені бердік. Бұны әліппенің өзін қарап тұрсаңыздар, кеше бұл әліппені жаңа білім министрліктері бір шығарды, әліппесіз оқуға болады деп. Әліппесіз оқуға болмайды деп мен өзім жаңа неғыламын. Міне қазіргі білім министрі осыны қолға алып, әліппеміздің бәрін жаңағыда шығарып, мен жаңа ашып көресін, ашып қарап жаңа неғысам, өте тамаша, өте жақсы жаңағы. Лидер Скул бастауыш мектебінің ашылғанына небәрі 1 жыл болғанымен оқушылардың жеткен жетістіктері орасан зор. Ата-аналары да қуанып отыр. Оқу ғимаратының ашылуына себеп болған кәсіпкердің айтуынша білім ордасына кілең жас мамандар сабақ береді. Себебі оқушылар заман талабына сай оқу үрдісіне көшу керек дейді. Оқушылардың сапалы білім алуы ұстаздардың нәтижелі білімі мен іс тәжірибелерінің арқасы дейді ата-аналары. Лидер деген осындай жақсы бір аты бар мектептің. Осындай көшбасшы деп жатыр ғой және. Сондай нәтижені күтеміз. Құдай қаласа жақсы результаттар болады дейміз. Өйткені мынау ұстаздар коллективі өзім ұнатамын. Білімді,
сол балдарға сәттілік тілеймін, ұстаздарға жаңа айтып жатыр ғой, сабырлы болсын, көптеген мына жетістіктерге жете берсін. Аталмыш білім мекемесінде оқушылар үшін барлық жағдай жасалынған. Атап айтар болсақ, арнайы оқушылар үшін көлік тасымалы қарастырылған. 2 мезгіл ыстық тамақ бар. Әлеуметтік тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін де жеңілдіктер қарастырылған. Алғашқы білім күні мектеп оқушыларының асыға күтетін салтанатты мерекесі. Эпидахуалға байланысты қашықтықтан оқуға мәжбүр болған балаларының қуанышында шек жоқ. Алғашқы қоңырау соғылып, сынып парталарына отырды. Бұл күн бәріне де қымбат болар. Себебі жаз бойы демалып, онлайн оқып, алтын ұяларына сағынған оқушылар мектепке ұмтылады. Бүгін бүкіл Қазақстан елін, Қазақстан отандастарымызды бірінші білім күні мерекесімен құттықтаймын. Мынау қазіргі бірінші класстан, бірінші сыныптан 11 сыныпқа шейінге келіп атқан оқушылар, бітіріп атқан оқушылар, осы Сейфуллин мектебіндегі бітірушілерге бәріне грант иегері бола беруіне тілектеспін. Әр осы Сейфуллин елді мекеніндегі тұрғындарға, барша халқымызға, жұртымызға жақсылық, аманшылық тілеймін. Мұны өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың 15 наурызынан бастап бүгінгі күнге шейін онлайн сабақ өтілген болатын. Құдай қаласа 21 жылдың еліміздің 30 жылдық тәуелсіздік мерекесіне қарсаңында осы оқушылардың мектепке келгені өзім өте қуаныштымын. Құдай қаласа осы Сейфуллин мектебінің коллективіне, барша мұғалімдеріне, баршасына құтты болсын деймін. Әсіресе мынау бүлдіршін балдарымыз бірінші сыныпқа барған. Бәріне табыс тілеймін. Соғылсын қоңырау, соғылсын толастамай. 1 қыркүйек білім күні мерекесіне Жетісай ауданы Жолдас Ералиев ауылдық округі Сәкен Сейфуллин елді мекеніндегі Сәкен Сейфуллин атындағы номер 52 жалпы орта мектебінде де алғаш қоңырау соғылып, айтулы мереке тойланып өтуде. Елбасының Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын білім сапасын арттырудағы игі бастамаларға педагогикалық ізденіс, жаңа серпін, шығармашылық табыс тілеймін. Қымбатты ұстаздар, ел ертеңі сендерсіңдер, шәкірттер. Қиялдарың ұшқыр болып, қанаттарың талмасын. Жаңа оқу жылы толағай табыстарға, жаңалықтарға толы болсын. Бұл күнде кейбір бүлдіршіндер мектеп табалдырығын жаңадан аттаса, енді бірі сыныптан сыныпқа көшіп, 1 жасқа есейеді. Осыған орай ауылдық округ әкімі мектепке жаңадан қадам басқан бүлдіршіндерді құттықтап, ұстаздарға табысты еңбек пен жеңісті сәттерді тіледі. Жалпы Ералиев ауылдық округінде 7 мектеп, 12 балабақша бүгін таңда қызмет етіп тұрады. 1 қыркүйек білім күніне орай осындай жаңағы алғашқы қоңырау іс-шарасы болып өтіп жатыр. Жалпы барлық мектепте өтіп жатыр. Білім министрінің бастамасына сәйкес жалпы білім беру ұйымдары офлайн жаңа дәстүрлі деңгейде жаңағы білім беру жүйесіне өткенін жаңағы ол барша ең бірінші әуелі оқушыларға сапалы білім алу үшін жақсы жағдай. Жалпы 100-ден аса мұғалім, 30-ға жуық тех персонал жұмыс атқаратын білім ордасында 600-ден аса оқушы білім алуда. Айтулы мереке барысы бірінші сынып оқушыларының табалдырық аттауымен және оларға әліппе оқулығын табыстаумен басталды. Барлығын осы бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы 1-ші сынып табалдырық аттап жатқаны құтты болсын, ертеңгі осы өміріне, алдағы өмірлеріне сәттілік тілеймін. Және де 11-ші сынып, бітіруші сынып сәттілік тілеймін. Барлығына грант болып, ата-анасының үмітін ақтап, мектептегі мұғалімдердің үмітін ақтап, жоғары биік белестерді бағындыра берсін. Жаңа оқу жылына, яғни 11-ші сыныптарға мұғалімнің қасында бірге дәстүрлі форматта оқыған тиімді деп ойлаймын. Себебі бала мұғаліммен жақын сырласа алады, сұхбаттаса алады, ұбт туралы кеңінен дайындалып, оған
мұғалім болса бірге құлшыныспен дайындалатын болады. Айтулы мерекені ауылдық округтегі 7 мектептің баршасы атап өтуде. Айта кетейік, ауданда жалпы 5700-ге жуық педагогтың барлығы дерлікте екпе қабылдаған сапалы білімді мұғалімдер болып табылады деп өз сөзіне тиек етті адами әлеует дамыту бөлімінің бас маманы. Аудандағы 5700-ге жуық педагог болса, оның барлығы дерлік, яғни салдыруға жататын педагог қызметкерлердің барлығы 100% вакциналанған. Егер педагог қызметкерден немесе білім алушылардан анықталған жағдайда сол сынып карантинге жабылады. Биыл оқу жылының ерекшелігі пандемия енгелі бері бірінші мәрте офлайн форматта, яғни білім алушылар мектепке келіп білім алуда. Бұл әрине білім сапасын көтеруіне өзін ықпалын тигізеді. Өйткені өткен оқу жылында қашықтан оқыту, аралас форматта оқыту, барлық оқытудың түрлері өткізілді мектептерде аудандағы. Бірінші кезекте мектепке келіп, мектеп қабырғасында ұстазынан білім алғанға жетпейді. Оған қуаныштымыз. 2021-2022 оқу жылында табалдырға атталған аудандағы 5400-ге жуық бірінші сынып оқушылары әліппе оқулығын алып, оқу стандартына өзгерістер енгізілді. Оқу жылы құтты болсын, сапалы білім, саналы тәрбие алып, алға қойған мақсаттарына жете берсін дейміз. Өткен оқу жылында қиындықтар барысы барлығын әбігерге салғаны белгілі. Аудандық білім бөлімі білім сапасының көрсеткіштерін еселеуге бар күш жігерін салатынын жасырмайды. Өйткені дамыған елдермен иық тіресе алатын қоғам құруда білімді ұрпақтың рөлі үлкен. Мемлекет білім саласына ерекше қамқорлық танытып отырған шақта ұстаздар қауымының жауапкершілігі де арта түсетіні сөзсіз.